Күн Қадиша каналына қош келдіңіз. Мен бүгін сіздерге Пинтотадан алған золотая маскаларымды көрсетемін. Осыны жағып көретін боламыз. Мынандай үшеу алдым. Ылғидағы рекламасын көрем, елдердің жағып жатқанын көретім. Сосын өзіме де сатып алдым. Сосын мынандай бұл қасыңызды бойы кетпейді. Су жаққан кезде типа Қытайлар өздері реклама жасап жатыр. Суды құйып жатыр, кетпейді. Қазірімнің бір нені жағып көреміз. Масканы. Бетке жағып қойып 20 минуттан кейін алып тастайсыз. Маған да бірлер жағып көргенмін. Енді күтеміз осыны 20 минуттан кейін. Рекламасындағы сияқты қылып тастаймыз. Наверное, воск сияқты мұртты да жұлып кетеді. Тут раз солай сияқты көрінді өзіме. Мұртымды да жұлып кеткен сияқты болды. Депиляция ғой. Болды. Енді күтеміз. Қасты сызатынды көрсетейін дегенмін сіздерге. Бұны мен сіздерге қазір қолыма сызып көрсетемін. Мынандай екен. Бұны жағып көрген жоқ. Шешілмейді. Ұштары мынандай. Көрінді ма? Бұл андай типа ворсинки сияқты. Қазір қолыма сызып көремін. Ничего, тура қас сияқты болады екен. Қастың ворсинкалары сияқты. Пока мына бетім 20 минут отырамын. 20 минут отырғанша мен сіздерге әңгіме айтып берейін. Сіздер ана Маша и Медведь мультфильмді көрдіңіздер ғой. Оны бәріміз көрдік. Сол Маша Медведь туралы мен бір қызық не оқыдым интернеттен. Короче, Маша и Медведь мультфильмі. Ол не дейді? Маша елесі привидение екен. Өйткені
тисеге беретін, одан қатты сөйтіп олай өшін алады екен мультфильмде. Абылай шын өмірде Маша өліп қалған екен. Сонда қалай өліп қалған дейсіздер ғой. Маша әпкесі, білесіздер ме, оның туған күні болады да, сол туған күніне әпкесі ғана келеді ғой. Сол әпкесі екеуі болады. Әке шешесін көрсетпейді. Сол әпкесі екеуі, әке шешесі жаңағы Маша тұрған үйде, сол үйде тұрған екен. Содан әпкесі болған, әпкесі мен өзі болған, Маша екеуі болған. Содан Маша екеуі орманда жүрген кездегі жаңағы аю, мультфильмдегі аю сол Машаны жеп қойған екен. Ал әпкесі сол аюдан қашам деп пойыз жолға түсіп, пойыз қағып өлген екен. Сонда екеуі де привидение, көрдіңіз бе? Ал ана Машаның аюға тисе беретіні, солай аюдан қатты өшін алғысы келеді екен. Өзінің туған күні болады, бірақ та сол әпкесінен басқа ешкім келмейді, әке шешесі болмайды. Ал әке шешесі содан кейін ақ үйден көшіп кеткен екен басқа жаққа, балалары өлгеннен кейін. Қызық, иә. Сол историяны бүгін оқып өзім таң қалдым. Может, енді біреудің выдумкасы шығар, бірақ та не знаю. Өте қызық мультфильм ғой, балалар туралы. Өзі қорқыныш деген сол Маша привидениені солай деп неткеннен кейін өзім қорқып кеттім. Мынау енді 20 минут тұрады. 20 минуттан кейін ана тура видеодағыдай алып көреміз ғой. Кетпейді екен, еще не высохли. Ай, мынау кетпейді екен, мынау кеткен жоқ. Стойки. Бұны да, значит, қасыңызға жағып аласыз дағы жүре бересіз. А так жазда, если қасыңыз татуаж болмаса, өз қасыңыз болсаңыз жазда бояп. Қазір, например, ыстық күн деген шышып тұр. Қазір қасыңызды бояп алсаңыз, мен өзім қасымды бояп алсам, кетіп қалады. Термен ағып кетеді деген сияқты ғой. Ал жаңа мынауына сол үшін алдым. Сонда осымен боя қоясың, кетпейді, тірелесің де жабысып тұрады. Сіздер Пинтодан аласыздар ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Кстати, Пинтодан алғаннан кейін, егер де товарыңыз ұнамаса, онда қайтадан қайтарып алуыңызға болады. Ақшасын, товарды емес, товарды қайтармайсыз. Просто жаңа товар дұрыс келмеді деп Пинтодаға жазасыз да, ақшасын қайтарып аласыз. Мен кейбір товарларым дұрыс келмесе, солай ақшасын қайтарып аламын. Ал біздің Каспиде мүлдем басқадай екен. Мен ана кезде бір телефон алдым. Телефон болғанда жай телефон, 37 мыңдық китайский телефон. Сол телефонды алып келсем интернет ұстамайды. Даже Wi-Fi мен интернет жаман ұстайды екен. Долго айналып тұрып алады. Сосын кейін мен оны, бірақ та енді мен қателігіммен оны 14 күннен кейін қайтарайын деген жоқпын. Біраз уақыт өткеннен кейін, 21 күн өткеннен кейін, ойбай мынаны қайтарайыншы деген есіме түсті де, алып Каспиге қайтадан қайтарып бергем. Қайтарып берсем, оказывается, ол телефон, кстати, байқап біліп жүріңіздер, телефон деген ана носки трусы сияқты қайтарылмайтын затқа жатады екен. Содан Каспи маған айтып тұр, ол қайтарылмайтын затқа жатады деп звондап тұр. Сосын мен айттым оларға, ойбай сіздер де қызық екенсіздер дедім. Телефон дегенің сонда не носки трусы ме дедім, или колготки ма? Неге ол қайтарылмайды деп ұрсыстым. Бірақ қайтарылмайды, естеріңізде болсын. Телефон алып, егер ол сізге ұнамай қалса, Каспи қайтадан қайтарып алмайды. Ана продавецтер жазады екен, телефон жақсы состояниеде келмеді, технически дұрыс емес. Короче, телефонды быт-шытын шығарған деп айтады екен ана Каспиға. Сосын Каспи сізге сөйтіп айтады екен, телефон қайтарылмайды деп. А вообще телефон қайтарылмайтын затқа жатады екен. Сол естеріңізде болсын. Телефон алмай-ақ қойыңыздар негізінде. Басқадай бірден жай ұсақ-түйек заттар алмасаңыздар, Каспиден телефон алмай-ақ қойыңыздар. Сосын
өте сақ болыңыздар. Егерде жаңағы iPhone телефоныңыз дұрыс болып келмесе, жаңағыдей телефон қайтарылмайды. Возврату не подлежит. Сонда сіз жаңағы дұрыс келмеген iPhone-мен қаласыз. Егер iPhone-ыңыз оригинал болмай, дұрыс болмай келсе, сол iPhone-мен қаласыз. Каспийский ешқандай да жағдайыңыз жасамайды, соттасып жүресіз. Сол былжырақтап сотқа беріп, оны өз нервыңызды құртып, одан да телефон алсаңыздар, только магазиннен алу керек екен. Магазиннен көріп, қолмен ұстап, сол жерден алу керек. Ана Сулпак, Мечта, немене, сол магазиндердің Технодом. Зато дұрыс болмаса, сол жерде қайтадан қайтарасыздар. Олар оригинал емес сатпайды. Өйткені сразу сол жерде тексеріп аласыз ғой. А сіз Каспийден не келетінін білмейсіз. Былжырақ ол қай кезде келеді, қалай келеді. Ана мен телефоным сияқты. Даже Wi-Fi мен интернет ұстамайтын өткізін естейсіз, қайтара алмайсыз екенсіз. Соған қарап ойланып қалдым, пиндодың дұрыс па деп. Міне қытайларды қараңыздар, қандай қытайлар. Дұрыс емес пе қайтарып береді. Жаңағы мен бір киім аламын ба, сол егер сапасы жаман болып келді ме, мен ақшамды қайтарып аламын пиндодан. Сразу қайтарып береді. Каспийіңізге қайтып түседі ақшасы. Ал мына Каспий немене? Бір барахолка. Даже барахолкадан зат алсаң, қара баласын қайтарып бересің ғой, дұрыс емес болса. Мына Каспийден қайтара алмайсың. Барахолкадан хуже, короче, Каспий. Солай. Қазір мен бетім кебет, сосын кейін алып көрсетемін сіздерге. Әлі не высохли они, кепкен жоқ. Шаршап кеттім мынан жағым деп. Придется енді осылай күтіп отыруға. Жарайды, қазір болсын енді. Кстати, мынандай алсаңыздар болады екен, қастарыңыздан кетпейді. Жағаласында жүре бересіздер. Менің қасым жоқ көріп отырсыздар ғой, азақ. Сонымен қалыңдатып бояймын, осымен варсинка сияқты, прямо өз қасың сияқты боялады, көрдіңіздер ғой. Тал-тал болып, тура өз қасың сияқты. Сол ат маршинкасы рекламасын көріп тұрмын. Золотая маска деп. Көрейік енді. Енді маскамыз дайын, міне. Бетті тырыстырып қатып қалды. Енді алып тастаймыз. Долго высохли. Пудраның айнасы айнамда жоқ осы.
сыворотка, коллагеновая сыворотка. Бұлардың бәрі китайский емес, корейский. Бойымнан ауыз қайда? Вот так. Бұл косметикалар корейский. И в конце тоже коллаген.